Сәлем достар, мен Қуанова Күлімжан Атқызы, Посёбный Шалқұртау білім беретін мектебінің 11-ші сынып оқушысымын. Мен осы видеоблогым арқылы өзім сияқты жас түлектерге мамандық таңдаудың адам өміріндегі маңызын түсіндіргім келеді. Жалпы әлем бойынша 40 мыңға жуық мамандық түрі бар. Және де әр күн сайын біз естіп білмеген, көрмеген жаңа мамандықтар легі қатарға қосылуда. Алайда көптеген адамдар осы мамандық таңдауда қателесіп жатады. Осындай қателіктерді болдырмас үшін мектеп пен ата-ана мектеп оқушыларына дұрыс бағыт-бағдар бере білуі тиіс. Өз мамандығыңызды білесіз, өзіңіздің қандай бағытқа баратыныңызды білесіз, бірақ өз мамандығыңыздың атын білмей жүрсіз бе? Онда сізге мектеп психологы көмекке келеді. Оқушылардың мамандыққа деген қызығушылықтарын, икемділіктерін, бейімділігін анықтау мақсатында оқу жылы барысында оқушыларға анықтамалар, әртүрлі әдіс-тәсілдер, диагностикалар жүргізіледі. Осы диагностикалардың қорытындысы негізінде оқушылардың мамандыққа деген икемділіктері анықталынып, әр оқушыға жеке кеңестер беріледі. Қарыштап дамып жатқан елдерге қызғана да қараймыз. Олардың жетістіктерін айтқанымыз. Ендеше біздің елге де білікті мамандарды даярлап, үздік мамандықтарды әкелу керек. Мектеп оқушыларына көмек болсын деп, ықпалы 10 мамандықты ұсына отырып, осы мамандықтардың кейбірін таңдап отырған жас түлектердің жеке пікірін білсек. 10-ші сынып оқушысы Сабырғалиев Мадияр болашақта IT саласының маманы болғым келеді. IT саласына компьютер құрастыру және сайт жасау салалары жатады. Мен таңдап отырған IT саласы ақпараттық қауіпсіздік. Ақпараттық қауіпсіздік адам өмірінің электронды түрде қорғау. IT саласы еліміздің болашағы. Туризм мамандығы және оның мамандары елдің мәдениетін, тарихын таныстырумен қатар елдің көркеюіне үлес қосады. Тек оны қалыптастыру үшін білікті мамандар керек. Қазір туристік фирмаларда білікті мамандар жетіспейді. Басты себеп тілді жетік білмеуі немесе тарихи мекеннің тамаша жерлері туралы ақпаратқа қанық болмауы. Мен 11-ші сынып оқушысы Қанидилас, болашақта медицина саласын таңдамақпын. Қазіргі кезде 21-ші ғасырда дәрігер болу үшін анатомия мен физиологияны білу аздық етеді. Сонымен қатар жаңа технологияны емдеу әдістерін және биотехнологияны білу қажеттілік тудырады. Логистика, корпорация, компания, завод, фабрика секілді кәсіпорындардың жасап шығаратын тауар өнімдерін бір нүктеден екінші нүктеге жеткізумен айналысатын сала. Логистика саласына жер, әуе, құбыр жүйесі, кеме, теміржол секілді тасымалдау көлік түрлерін жатқызамыз. Мен Абдулова Назифке 11-ші сынып оқушысы, журналистика мамандығын таңдамақпын. Журналистиканың бірнеше түрі бар. Мен соның ішінде стрингер журналистиканы таңдамақпын. Ол қандай мамандық десеңіз, ол қауіп-қатер болып жатқан аймаққа барып фото, видео операторлық қызмет атқарады. Көпшілікке мәлім, қазіргі қоғамда журналист мамандығы өте сұранысқа ие мамандықтардың бірі болып табылады. Алайда мен осы мамандыққа таңдауыма себепкер болған ол қауіп-қатерге деген қызығушылық. Жанармай, артық қоқыс, түрлі зауыттардың өндіріс үшін тоқтауыш жұмыс жасауы, қоғамдағы әлеуметтік ортаны ластайды. Ал бұған бейжай қарамайтын мамандар – экологтар. Экологияның бұзылуын қалпына келтіру және оның алдын алу мақсатында жасалатын әрекеттерді ұйымдастыру осы экологтардың басты міндеті. Қазіргі таңда адамдар уақыт тығыздығынан барлығын үйден қолжетімді жерден жасауға тырысады. Дәл осы мақсатта жылдам әрі өз ісін жетік меңгерген сервис мамандары керек болары анық. Инженерия мамандықтың бұл түрі сәулет өнері үлгісінің материалдық ақпараттандыру жабдығының жасаушысы. Ол атқарым құрамын, жүйелік бақылауын, бағдарламалауын, құрылыс материалдарын технологиялық дайындамасын, жөндеу әдісі мен құрал-сайман сынамасын және жұмыстың қалай өріс алуын бақылап, тексеріс жүргізіп отыратын маман. Менеджер – ішкі және сыртқы рынокты бақылап отырушы. Рынокқа қандай тауарлар қажет, көпшіліктің сұранымына сәйкес қандай тауарлар өтімдірек екенін қадағалап отырушы маман. Бухгалтер – экономика және қаржы саласындағы ең сұранысқа ие мамандықтардың бірі. Қызметкерлердің жалақысын, салықтың төлемдері мен тауар бағаларын анықтап, тапсырыс берушілер мен орындаушылар арасындағы есептер жүргізеді. Әлемде өзі қаламайтын мамандық иесі болып жүрген қаншама адам бар. Өз ісін сүйіп жасайтын, мамандығын қатты жақсы көретін адамдар да аз емес. Мамандықтан жаңылмай,